Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жыр толмайтын, сынбайтын үгіт тортының корждарын жасайтын боламыз. Тоқтаусыз жасаймыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмауларыңызды сұраймын. Алдымен әселімізді ерітіп аламыз. Мендегі жантақтың таза әселі, дүкендегі әселді қолдансаңыздар да болады. Баяу отта темір ыдысымызға әселімізді салып, араластырып тұрамыз. Осылай шет-шеті жыбырлай бастаған кезінде бір шай қасық ас содасын салып, тоқтатпай араластырамыз. Әселіміздің түсі карамельді түс болуы қажет. Бұған дейін тоқтатпай тұрамыз, себебі астыңғы бөлігі жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, түсі карамельді түс болды. Осы кезде бөлме температурасындағы сары майымызды әселге салып, газымыздың астын өшіреміз. Сары май әселдің ыстығында өзі еритін болады, және де әселімізде салқын күйге енеді. Сары майымыз ерігенше араластырамыз. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Орташа көлемдегі жұмыртқа болса 5 жұмыртқа, егерде үлкен жұмыртқа болса 4 жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Миксердің төменгі жылдамдығынан жұмыртқамызды араластырамыз. Қантымызды салып, қантымыз толық ерігенше араластырамыз. Ақ көбік болудың қажеті жоқ. Қантымыз сәл ерісе болғаны, миксер немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді кезекте сұйық майымызды құямыз. Араластырып, жаңағы әсел қосылған массамызды құямыз. Ол әсел қосылған массамыз салқын болу керек. Ыстық болған жағдайда жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Осылайша араластырып, ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды саламыз. Таразымен есептеп салсаңыздар да болады, немесе алдын ала ұнды електен өткізіп алсаңыздар болады. Бір шай қасық қопсытқыш салып, қамырымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болдық. Осы уақытта духовкамызды қыздырып қоямыз. Пергамент қағазымызды аламыз. Бірінші алдын ала противенімізде пергамент қағазын төсеп алып, формаға келтірсек болады. Мен 4 бұрышты етіп жасадым. Осылайша кішкене ожаумен 2,5 ожау құйып, көз мөлшерінде 4 бұрышты етіп, корждарды жаямыз. Осындай сұйық масса болады. Қатты қою болмайды. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 3-5 минутта пісіріп аламыз. Енді заварной кремімізді жасаймыз. Жұмыртқаға қантымыз салып, ұнымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Барлық мөлшерлерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып, осы уақытта сүтімізді газге ысытып қоямыз. Сүтіміздің аз ғана бөлігін осы массамызға құйып, тағы да бір араластыратын боламыз. Осылайша сұйықтау масса болады. Сүтіміз қайнап бастаған кезінде массамызды құйып, венчиктің көмегімен
токтомой аралаштырып туратын боламыз. Кремimiz осылайша коюлануы кажет. 8-10 минут убакытта осылайша коюланып чыгады. Жан жагы кайнап баштаган кезинде газымыздын астын сөндүрөбүз. Корждарымызды чет-четин тегистейтин боламыз. Чет-четиндеги корждарды бетин асемдөөгө алып калабыз. Минекей, камырыбыз сынбайтын, жумсак, өтө керемет болуп чыкты. Жанагы кремимизди, заварной кремимизди муздай ыдыска салып, салкын жерге коябыз. Кремimiz суу кажет. Эми толуктай сууган кремимизди корждарыбызга жагабыз. Тегистеп адемилеп жагып чыгабыз. Сиздер башка да кремдер, осы корждарга башка да кремдер колдонсоңуздар болот. Каймакты крем немесе сливки менен, творожный сыр менен крем колдонуп, медовый тортто жасай берсеңиздер болот. Рецепт унаган жагдайда каналга тиркелип, лайк басууду унутпаңыздар. Минекей баардык бөлүгүн жагып болдук.